Амансыздар ма менің құрметті оқырмандарым? Бүгін біз осындай жұмсақ әрі дәмді балды торт жасайтын боламыз. Мен сіздермен осы балды торттың рецептісін бөлісетін боламын. Каналымнан алыстамаңыздар. Медовый тортымызға керекті бүгінгі бізге жұмыртқа керек болады. Бал, шекер, ас содасы және сары май он қажет болады. Осы барлығын біріктіріп, біз ең алдымен жаңағы медовый тортымыздың қамырын илеп алатын боламыз. Енді бастайық. Бисмилля. Біз ең алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз. Жұмыртқамызды әбден араластырып, одан кейін көпіртіп, шекермен бірге араластыратын боламыз. Енді жұмыртқамызды жарып болдық. Осы жұмыртқамызды араластырамыз. Басқа медовыйларға қарағанда мен өзім постоянно істеп жүремін өстіп. Енді осылардың үстіне шекерін салатын боламыз. Шекер өздеріңіз көргендей жобамен 1 стакандай болады. Мен грамдап істеу дегенді, таразымен өлшеу дегенді онша ұнатпаймын. Көз жобасымен осылай істей беремін. Қазір осыны жақсылап көпіртіп алатын боламын. Көрдіңіздер, көпіртіп алдық. Енді осының үстіне мед қосамын. Енді медті ертіп газға қосқан ұнатпаймын. Ертіп қосқан істеп көргем, постоянно қатып қала береді. Сондықтан мен медті осылай кәдімгі живой түрінде көпіртіне алмай-ақ, газға қоймай-ақ, отқа қоймай-ақ осылай қосқанды жақсы көремін. Көрдіңіздер, медті қосып жатырмын. Біздер жобамен жарты банкадай мед, кішкентай банкымен. Медімізді қосып болдық. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Шекеріміз бен жұмыртқамызды көпіртіп алған болатынбыз. Енді медімізді қостық. Енді осының үстіне 1 қасық жобасында шай қасықпен ас содасын саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай кішкентай қасықпен 1 қасық пищевый сода қостық, ас содасын. Енді осын жақсылап араластырып, одан кейін үстіне сары майын саламыз. Көрдіңіздер, өзі ас содасы қосылғаннан кейін шамалы тағы көтерілді. Енді осының үстіне сары майын саламыз жақсылап. Температурасында болған дұрыс сары майдың. Көрдіңіздер. Енді осы сары майын саламыз. Менің сары майым үй температурасына еріп тұр. Көргендеріңіздей. Енді осыны жақсылап араластырып, біркелкі қалыпқа келтіреміз. Араластырып алдық. Көрдіңіздер, майымызды, жұмыртқамыз, медіміз және ас содамыз көріп тұрғандарыңыздай. Енді осының үстіне ұн саламыз. Ұнды салып, жақсылап араластырып, әдемілеп қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Қазір мен сіздерге қамырымды илеп болғаннан кейін көрсететін боламын. Қамырымызды илеп болдық, жұмсақ болды. Көріп тұрғандарыңыздай нәп-нәзік. Өте жұмсақ болды. Енді осыны 20 минутқа холодильникке қойып тындырып аламыз. Енді кремімізге керекті бізге 1 жұмыртқа, 1 литр сүт, жарты шекер, жарты бокал, одан кейін ұн керек болады, және венчигіміз. Енді алдымен жұмыртқамызды жарып, осының үстіне шекерімізді қосып, көрдіңіздер, шекеріміз бар. 3 қасық ұнымызды салып,
дайындап аламыз. Осыларды дайындап, одан кейін үстіне сүтімізді құямыз. Шекеріміз бен жұмыртқамызды араластырып болдық. Енді осының үстіне шамалы сүт құятын боламыз. Температурасында болса болады сүтіңіз. Жақсылап араластырып аламыз осыларды. Енді осының үстіне 3 қасық ұн саламыз. Ұнымыз комочка болып қалмау керек. Жақсылап араластырып аламыз 3 қасық ұнымызды. Бисмилlah. Мінекеңіздер. Екінші қасығымыз. Үшінші қасығымыз. Енді осыны жақсылап жазамыз. Арасында түйір болып қалмасын қамырларыңыз. Жақсылап араластырып, осыны сұйық масса жасайтын боламыз. Біздің сұйық массамыз дайын болды. Енді осының үстіне жаңағы айтқан 1 литр сүтімізді құйып, отқа қойып қайнатамыз. Астын жай баяу отта қайнатыңыздар. Асты жабыс күйіп қалмасын, әрдайым араластырып тұрамыз. Сүтімізді құйып жатырмыз. Сүтімізді жақсылап араластырамыз енді. Бір литр сүттеріңізден шамал атқасаңыздар болады. Өйткені қазір шамал қою болған жағдайда үстіне сүтті қайтадан құйып жіберуге мүмкіндік болады. Енді осыны отқа апарып қоямыз. Біздің креміміз дайын болып қалды. Жаяу астын баяу отта. Мінекейіңіздер қоюланды. Енді осы кремімізді жақсылап суытып қоямыз. Суытқаннан бұрын ең алдымен үстіне сары майын саламыз. Мен сары майын мінекейіңіздер қоюланды менің кремім. Астын сөндіреміз. Сары майын салып, сразу үстіне. Одан кейін алып қоямыз, суытып қоямыз. Сары майымызды салдық, енді жақсылап араластырамыз. Егер қою болып қалса, үстіне шамалы сүт қосып отқа қойып жесеңіздер болады. Креміміз дайын. Енді осы кремімізді жақсылап суытып қоямыз. Мінекейіңіздер. Менің крем осындай болып шықты. Осыны суытып қоямыз. Қамырымызды 5 бөлікке бөліп алдық. Енді осыны жайып пісіріп аламыз. Қамырларымызды өйтіп жайып аламыз дағын табаға салып 200 градуста пісіріп аламыз. Әрқайсысын жеке-жеке пісіруді қолға аламыз. Жеке-жеке пісіріп, мен сіздерге қазір көрсетемін. Мінекей біздің медовыйымыздың, балды тортымыздың тесталар дайын болды. Шечетін кесіп, үгітіп алдық. Енді осылардың үстіне крем салып, жинаймыз. Ең алдымен кремімізді әрқайсысына бір-бір қасықтан құйып, теңдей дәрежеде бәріне бірдей бөліп аламыз. Одан кейін барып полный жинаймыз. Мінекейіңіздер, балды тортымыздың кремін жақ болды. Енді осы креміміздің шет-шетін осындай үгіткен нәрселерімізбен жинаймыз. Балды тортымыз дайын болды. Енді осыны бір күнге холодильникке сап қоясыздар. Одан кейін жей берсеңіздер болады. Ас болсын баршаңызға жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Мені қолдап, жазылып, қолдау көрсетіп кетіңіздер.